17 мамыр күні Риддерлік тарихи өлкетану музейі түн ортасына дейін істеді. Ал қала тұрғындары мен қонақтары түрлі шығармашылық алаңшалардың жұмыстарына қатысуға асықты. Халықаралық музейлер күніне ұштастырылған дәстүрлі музейдегі түн акциясы Риддерде 10 жылдан астам өткізіліп келеді. Музейдегі түн акциясы ауқымды әрі көпшілік болып өткізіледі. Келушілер әр бұрыштарда жаңа көрмелер мен ескі экспонаттарды қарап, тақырыптық алаңшалардың жұмыстарына араласып, музейшілердің және экспозиция авторларының әңгімелерін қызығушылықпен тыңдайды. Айрықша қызығушылықты геолог Виктор Маминнің сирек тастар көрмесі туындатты. Арасында майқұдық карьерынан қауіпті жағдайда әрі ауыр еңбекпен табылған минерал принитте, Қазақстанның таяу және қиыр шетелдерінің түрлі бұрыштарынан тағы ондаған әдемі тастар да бар. Геологтың айтуынша, әлемнен бір-бір тастан. Ұлттық киіз үйдің қасында ши техникасымен тоқуды үйрету алаңшасы істеді. Бұл қазақ халқының дәстүрлі декоративті қолданбалы өнері. Киіз үйлерді шөптердің сабақтарынан тоқылған оюлы төсеніштермен жиі безендіріп тұрған. Ал маңында әсіресе балаларға қызықты ойын алаңшасы. Қазақ үстел үсті ойыны 5 тас қазіргі жастар арасында танымал болып барады. Қалада көнеден келген ұлттық ойыннан жарыстар өте бастады. Ең кішкентайлар үшін өрмекші шал танымдық сауықтыру алаңшасы жұмыс істеді. Балалар ойнап, қол бұйымдарын жасап, өрмекшілер жайлы ең ерекше және қызықты дәйектер білді. Өрмекшінің бір жылда жұтатын азығының салмағы ғаламшарда тұратын бүкіл адамдардың массаларын қосқаннан көбірек екенін көпшілігі біле бермейді. Немесе ең көне торға 100 миллионнан астам жыл және ол қатып қалған кәріптастан табылғанын. Бұл түні музейде тағы көптеген тақырыптық алаңшалар соңғы келушіге дейін жұмыс істеді. Ежегодно Международному дню музея жыл сайын халықаралық музейлер күні Риддерлік музейіміз музейдегі түн акциясына қатысады. Жыл сайын музей мамандары келушілерді жаңа алаңшалармен, жаңа идеялармен қарсы алуға тырысамыз. Осы музейдегі түннен келушілеріміз туған өлкеміз туралы көп пайдалы мағлұмат алады деп, бастысы көп естеліктер сақтайды деп ойлаймын. Дәстүрдегідей бұл түні музейге сый, мұра ұрпақтарымызға мейірімді акциясы өтеді. Адамдар музейге көне заттарды, отбасылық жәдігерлерді табыстайды. Олар қор сақтаушылардан, экспозициялардан тарихи маңызды орындарын табады. Риддер тұрғыны Татьяна Козлова музейге Юрий Хабаровтың картинасын тапсырды. Оны суретші кезінде оның әкесіне алғыс ретінде сыйлаған екен. Щербинин Владимир Иванович был соседом Юрия Георгиевича Хабарова. Щербинин Владимир Иванович Юрий Георгиевич Хабаровтың көршісі болды. Ол электрик болған. Бір шаруасына көмектескен болар, сондықтан алғысы ретінде осы картинасын сыйлапты. Артында тіпті Владимир Иванович Щербининге алғыспен 2008 жыл деген жазуы да бар. Қазір бұл екі адам өмірден озды, сондықтан олар туралы естелік болашақ ұрпақтарға сақталсын деген тілегім бар. Хабаров был соседом моих родителей. Хабаров менің ата-анамның көршісі болған. Ол әкеме 2008 жылы картина сыйлапты. Алайда қазір әкем де, суретші де өмірде жоқ. Сондықтан сіздерде картиналар көп, ал мына картина өз орнын табады деп ойлаймын. сегодня в день Халықаралық музейлер күнінде бұл екінші сыйлығымыз. Біріншісі Поднебеснованың кітабын сыйлады. Ал мына сыйлықтың ерекшелігі Юрий Хабаровтың музейдің негізін қалаушылардың бірінің картинасы. Оның картиналарының топтамасы бізде бар. Абай және оның замандастары топтамасы мысалы біздің мақтанышымыз. Біздің қоржын маржаны. Ал мына картина Юрий Хабаровтың Щербининдер отбасымен байланыстырған әрі қаламыздың ұлы адамы туралы таптырмас тарихи парақ болып қалады. Сондықтан сіздерге көп рахмет, жерлестеріміз туралы естелік болып сақталатын болады.